Bir-екі апта бұрын намазда талтайып тұру туралы видео шығарған едік. Ондай талтайып тұру дұрыс емес. 4 мазхабта да бұндай тұрысты намазда қолдамайды. Кейін білгіміз келді, не үшін кейбір бауырлар намазда сонша бұттарын талтайып тұратын. Өкінішке орай Алла Субхана Құранда айтады ғой: "Фас'алу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун." Білмесеңдер білім иелерінен сұраңдар дейді. Өкінішке орай Құран мен сүннетті толық зерттеп бізге жеткізген осы 4 мазхаб: Ханафи мазхабы, Шафиғи мазхабы, Малики мазхабы, Ханбали мазхабы. Осы 4 жолдан ауытқыған адам өздерінше хадисті түсінеміз деп неше түрлі бидағатқа, неше түрлі тіпті сахабалар, табииндер, ешбір ғалым айтпаған нәрселерді істеуде. Ондай әрекет не үшін? Өйткені хадисті дұрыс түсінбеуде. Не үшін мешітке келіп, сапта тұрсан, қайта-қайта аяғын тигізеді біреулер. Яғни олар ойлайды, аяғын тигізу міндет деп. Ақиқатында олар хадисті дұрыс түсінбеген. Еш ғалым айтпайтын, сапта тұрған кезде аяқты тигізіп тұру керек. Хадистің мәтінін дұрыс түсінбеген, хадисті тікелей түсінген адам солай дұрыс емес әрекеттер жасай бастайды намазда. Ал егер сол хадисті шархымен оқитын болса, ғалымдар түсіндіреді. Ибн Хаджар ал-Асқалани секілді, имам Науави секілді ғалымдар сол хадисті түсіндіреді. Ол жерде яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям немесе жаңа хадисті риуаят еткен сахаба оны меңзеген жоқ. Яғни намазда тұрған кезде бір-бірінің аяқтарын тигізіп тұрыңдар, тізелеріңді тигізіп тұрыңдар, иықтарыңды тигізіп тұрыңдар. Бұл хадисті біз қалай түсінеміз? Бұл хадис, Бұхари жеткізеді бұл хадисті, және имам Абу Дауд та жеткізеді бұл хадисті. Анас бен Малик радиаллаху анху айтады: мен сахабалардың аяқтары бір-біріне тиіп тұрғанын, тізелері бір-біріне тиіп тұрғанын көрдім дейді. Тіпті сондай сурет шығарып қойған, намазда сапта бір-біріне тығыз тигізіп қойған суретті шығарып қойған, осылай тұру керек дегендей. Ақиқатында құрметті жамағаты олай емес. Илсақ әл-каб бел-каб. Тіпті біздер бірінші курста грамматикадан өткенбіз, Шарх Миатамель деген кітап. Араб тілінде Б әрпінің өзі, хадисте келеді оны, тобығына тигізді дейді хадисте. Тіпті кез келген бірінші курстың өзінде медреседе сол кітапты оқытады бізге. Ба әрпі ол 2 мағынаны білдіреді: хақиқи мағына, мәжази мағына. Яғни тобығына тигізді деген хақиқи мағынасы ол кәдімгідей жабыстырды деген сөз. Ал екінші мәжази мағына, яғни бір-біріне жақын қойды деген сөз. Тигізді деген жақын қойды. Бұл хадисті тікелей түсінуге болмайды. Неге? Өйткені Ибн Хаджар ал-Асқалани да кез келген осы хадисті шарықтайтын ғалымдардың, ахли сунна ғалымдарының сөзіне сүйенетін болсақ, бұл жерде ешкім айтпайды хақиқи мағына, тигізіп жабысып тұрыңдар деген. Бұл жерде мәжази мағына, яғни аяқты бір-біріне жақын қойыңдар, тобықты бір-біріне жақын қойыңдар, тізелерін бір-біріне жақын тұрсын, тым алшақтап кетпесін. Бұл жерде тигізу деген, немесе намазда тұрып алып, бірінің аяғын бірі қуып жүру, біреу деген аяғын алып қашады намазда, гонка болып жатқан сияқты намаз, анау деген тигізгісі келеді. Ол дұрыс емес. Хадисті дұрыс түсінбегендіктен кейбір бауырлардың хушу, намаздағы хушу деген сезімдерін кетіріп жатыр. Оны мысалы түсіну үшін бұл хадисті тікелей түсінуге болмайды. Яғни тигізу, тобықты бір-біріне тигізу ол міндет емес. Осыны түсіну үшін
қарапайым мысалы Абу Дауудтан бір хадис мысал келтіреміз. Сунан Абу Дауд, бұл да пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисін жинақтаған кітап. Қарапайым бұл мына жерде бір хадис келеді, иә. Ан Аби Хурайра радиаллаху анху ан наби саллаллаху алейхи вассалам қал: "Иза саджада ахадукум фала яфтариш ядайхи ифтирашал калби вал ядум фахидайхи." дейді. Сендер сәждеге барғанда дейді, ит секілді қолдарыңды жаймаңдар дейді. Яғни сәждеге барғанда біздер қолды, шынтақты тегізбейміз, көтеріп тұрамыз. Осылай дұрыс қой, иә? Пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, ифтирашал калб, былай жерге тегізбеңдер дейді, ит секілді. Ифтирашал калб. Содан кейін әрі қарай не дейді хадисте? Фальядумма фахидайх дейді. Екі тізелеріңді қосыңдар дейді. Егер мына хадисті тікелей түсінетін болсақ, сәждеде екі тізелеріңді қосыңдар дегенді қалай түсінеміз? Қосып көріңдер, мысалы, сәждеде, ойланып көріңдер, сәждеде екі тізелеріңді қосып оқысыңдар, қалай оқисыздар? Яғни екі тізелерін бүйтіп бір-біріне тиеу керек. Егер мына хадисті тікелей түсінетін болсақ, онда бүйтіп оқуымыз керек намазды, тіземіз тегізіп. Бірақ ешбір ғалым айтпайды ғой тізені тегізіңдер деп. Бұл жерде тегізу, тізені тегізу деген жақындатыңдар. Бүйтіп талтайып сәждеге барғанда екі тізелерін алшақ болып кетпесін, жақын тұрсын деген сөз. Бүйтіп тегізіп тұрыңдар деген сөз емес та. Сол секілді бағана хадистер де жаңағы тобықты тегізіңдер бір-біріне, сапта тұрған кезде, ол да тікелей түсінетін хадис емес. Егер сендер жоқ, қалай болса да тікелей алуымыз керек, хадисті тікелей түсінуіміз керек, хадисте тегізді ма, тегізу керек десеңдер, онда сәждеде тізелерді тегізіңдер. Сахих хадис бар. Сәждеде тізелерін тегізіп тұрыңдар. Неге хадиске амал қылмайсыңдар? Ал ешкім сәждеде тізесін тегізіп тұрмайды. Тек қана әйелдер бір-біріне жабысып, сәждеге барғанда барынша жабысқан халде, жасынған халде оқиды. Ер адамдар олай тұрмайды. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тізелерін тегізіңдер деген сөз жақындатыңдар. Сәждеге барғанда екі тізелердің араларын алшақ болып кетпесін, жақын болсын деген сөз. Сол секілді тобыққа тегізіңдер. Сахабалар бір-біріне тобықпен тегізіп тұрған деген хадис, ол жақындатқан деген сөз. Тегізген емес, жабысып тұрған деген сөз емес, жақындатқан. Сондықтан, құрметті бауырлар, біз қазір интернет желісінде жүрген нәрселерді солай тікелей қабылдап қалмауымыз керек, иә? Альхамдулилля, ахлу сунна ғалымдары әрбір хадиске түсініктеме беріп кетті. Әрбір хадиске. Сол түсініктемелерге біз жүгінуіміз керек, та? Кез келген хадисті тікелей түсінетін болсақ, не болады? Кейбір бауырлардан хадис бар дегенде естиміз. Бірақ ол хадисті мүлдем басқаша түсінеді, да? Тіпті бауырлар емес, тіпті ғалымдардың өзі, мұхаддис, хадис жинайтын ғалымдардың өзі хадисті дұрыс түсінбей адасып кеткен. Пайғамбар саллаллаху алейхи хадис бар ғой, «Мән истенжа фәлютир» дейді. Кім истинжа жасады, фәлютир. Фәлютир деген сөз үтір қылсын деген сөз. Үтір қылсын деген сөз. Ал фихты білмейтін мұхаддис, хадисті жинайды, бірақ фихты білмейді. Алла оған түсінік бермеген, фих бермеген. Ол не істейді? Истинжа қылған сайын ол үтір намазын оқиды екен. Үтір қылсын деген. Ол жерде үтір намаз емес, үтір деген тақты білдіреді. Яғни истинжа жасасаңдар, тасты қолдансаңдар, тақ санды қолданыңдар. 1, 3, немесе 5, немесе 7, немесе 9, немесе 11, сондай қолданыңдар дейді, да? Фәл-витр деген үтір қылыңдар деген сөз. Ол үтір намазын оқыңдар деп түсініп қалғанда, сөйтіп истинжадан кейін неше жыл бойы үтір намаз оқып келеді екен. Сондықтан намазға келгеннен кейін біреудің намазын, хошуғын, ходуғын құртуға, бұзуға ешқандай ақыларыңыз жоқ. Яғни қайта-қайта тегізіп,
соны мақсат қылып, соны міндет қылып, ол дұрыс емес. Мен өзім де сондай жағдайға түсіп қалдым бір рет. Бірнеше рет түстім. Намаз отырсам қайта-қайта тигізе береді. Біздің намазымызды құртады да, ол біздің хушуғымызды құртады. Сондықтан ондай әрекеттер, құрметті жамағат, дұрыс емес. Ва ахирна дауана алхамдулиллахи раббил аламин.